Оқу ордасының жаңа жұмыс аптасы халық қалаулыларын университеттегі атқарылып отырған ауқымды жұмыстарды таныстырумен басталды. Парламент сенатының депутаттары Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіне жұмыс сапарымен келіп, оқу ғылыми инфрақұрылымымен танысып, ғылыми зерттеу институттары мен ғылыми өндірістік орталықтардың басшыларымен, оқытушы ғалымдармен кездесті. Кездесуде аграрлық салада қордаланып қалған бірқатар мәселелер талқыланды. Сенаторлар мемлекет басшысы айқындаған міндеттемелерді жүзеге асыру барысында ауыл шаруашылық өндірісіне IT технологияларды енгізу, ғылыми жаңалықтарды өндірісте пайдалану, инвестиция тарту және ауыл шаруашылығына білікті мамандар даярлау ісін дамыту мәселелерін мамандармен бірге талқылап, түйінді мәселелердің тиімді шешу жолдарын саралады. Сіздер осыншама жылдың ішінде техникамен қамту, білім беру, ғылыми зерттеу методикасын қалыптастырдыңыздар және оны жақсылап тұрып дамыттыңыздар. Ауыл шаруашылығына және ауылды дамытуға байланысты тікелей сіздердің білімдеріңіз, сіздердің тәжірибелеріңіз үлкен сұраныс тауып отыр. Өйткені сіздерде таза технологиялар бүгін тағы менің көзіме түскені. Бүгінгі біздің сіздерге келіп танысуымыз бұнымен шектелмейді. Міндетті түрде біз арамыздағы қарым-қатынасты тек ары қарай нығайта береміз, өсіре береміз. Жұмыс сапары аясында сенаторлар Вагенинген университетімен жұмыс жөніндегі институттың және Францияның Монпелье университетімен бірлескен сүт және сүт өнімдерін референттік зертханасының ашылу рәсіміне қатысты. Вагенинген университетімен жұмыс жөніндегі институтта ветеринариялық тағам қауіпсіздігі және технологиясы және өсімдіктер мен технологиялар туралы ғылым бағдарламалары бойынша университетте қос дипломдық бағытта даярланып отырған 100-ден астам маманның әрқайсысы ең озық әлемдік тәжірибедегі оқу технологияларын ұтымды игере алатындықтан жарқын болашақтарын айқын көре біледі. Кім болып жұмыс істейсіздер? Куда идете? В какую компанию? Уже известно ваше место работы. В будущем буду работать либо в таких компаниях, как Danone, или пищевой технолог болып жұмыс істей аламыз, және де ветеринарлық санитария болып жұмыс істей аламыз. Сүт және сүт өнімдерінің сапасын талдаумен айналысатын университеттің референттік зертханасында енді ауыл кәсіпкерлері өндірген өнімдерінің сапасы бойынша сертификат ала алады. Халық қалаулылары сонымен қатар агроөнеркәсіптік кешеніндегі үздік инновациялық технологиялар мен жаңа білімдерді іздестіру, тарту және трансферттеуді іске асыратын халықаралық агротехнологиялық хаб зертханасында адам ағзасына қауіпті бірде-бір канцерогенді қоспасыз, табиғи жолмен өндіріліп отырған ет, сүт және басқа да азық-түлік тағам түрлерімен танысып, университет ғалымдарының өнертабыстық көрме залдарын таңданыспен аралады. Біздің аграрлық сектор агроөндіріс кешеніндегі бүгінгі даму жолы, оның локомотиві бүгінгі ғылым, инновация және сапа. Әр өнім халықаралық стандарт арқылы экспортқа шығараламыз. Біздің студенттеріміз өндірістен қорықпау керек. Біз 2-ші курстан бастап студенттерімізге бизнес жоспарға балаларды тәрбиелейміз. Бала тек қана өзінің дипломымен ғана ауылға бармайды. Бала ертең сол бизнес жоспарын ала барады. Біздің негізгі мақсатымыз сол өндіріс арқылы, ғылым арқылы кадр мамандар дайындау. Қонақтар Назарбаев білім және ғылым орталығында болып, оның құрамындағы Елбасы кітапханасы, Таза планета ғылыми танымдық орталығы, Рухани жаңғыру гуманитарлық зерттеу орталығы, Олжас Сүлейменов атындағы әлеуметтік гуманитарлық білім және тәрбие институты, Достық студенттік ассамблеясы жұмысымен танысты. Университетте Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ғылыми зерттеу институттары мен ғылыми өндірістік орталықтарының ғалымдарымен бірлесіп, Байсерке агро-холдингімен нақты ықпалдасу негізінде ғылыми жобалар бойынша жоғары нәтижелерге қол жеткізілуде. Агроөнеркәсіптік кешенді өркендету ел экономикасын дамытудың басым бағыты. Бұл міндетті іске асыруда аграрлық сала мамандарына үлкен жауапкершілік жүктеледі.